Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бешбармаққа қамыр илудегі өз әдісімен бөлісетін боламын. Сорпаға түскенде езілмейтін, жыртылмайтын өте керемет болып шығатын рецепт. Ендеше бастайық. Бешбармаққа қамыр илейміз. Бұл қамырды универсал қамыр ретінде мантыға бәріне қолдана беруге болады. Менде мына жерде ұн көз мөлшерімен алынған. Соған бір жұмыртқа, 1-2 ас қасық сұйық май құйдым, және де бөлек ыдыста суға, салқын суға 1-2 қасық тұзымды езіп алдым. Сіздерге видео астына қаншалықты ұн кеткенін және де судың мөлшерін жазып қоятын боламын. Жалпы қанша күлше қамыр илейтініңізге байланысты көз мөлшерімен ұнды алып, шетінен осылай суды құя отыра қаттырақ қамыр илейсіздер. Не сіздерге барынша түсінікті болсын деп көрсетіп жатырмын. Осылай суды шетінен құя отыра қолымызбен қатты басып қаттырақ қамыр илейміз. Міне видеода көрсетілгендей көрініп тұр өзі. Қараңыздаршы, осындай қаттылықта қамыр болу керек. Енді осыны қолымызбен жақсылап тұрып басып шығамыз. Ортасында іртіктері, түйіршіктер қап қалмас үшін жақсылап осылай басып ең қандыратын боламыз. Осы қамырды мантыға, пельменге қолдансаңыздар да болады. Енді салафан қалташасына салып 20 минут, жарты сағатқа ең қандыруға қойып қоясыздар. Жарты сағат уақыт өткеннен кейін өздеріңізде байқасаңыздар, қамыр бізде жұмсарып тұр. Біршама жұмсарған. Енді осыны тағы да қолымызбен жақсылап басып илеп аламыз. Кейін тағы да салафан қалташасына салып, тағы да бір 5-10 минутқа қойып қоясыздар. 5-10 минут уақыт өткеннен кейін қамырымызды теңдей 2 бөлікке бөліп, тағы да басып күлшелейміз. Не осындай, сол кезде тегіз, әдемі қамыр пайда болады. Салафан қалташасына салып, тағы да 5 минутқа қойып қоясыздар. 5 минуттан кейін алып, ұнның көмегімен бірінші қолымызбен осылай басып аламыз. Кішкене осылай жұқартып басып аламыз да, кейін оқтауымызбен жаятын боламыз. Міне осылай кішкене оқтаумен де осылай жайып аламыз да, кейін оқтауымызға орап, ұн себе отыра, сағат тілімен айналдыра, 2 шетін баса отыра қамырымызды жаямыз. Қолымызбен қатты салмақ түсіріп баспаймыз. Осылай қолымызбен демеп отырып, видеода көрсетілгендей жайып шығатын боламыз. Достар, мен сіздермен өз әдісіммен бөлісіп жатырмын. Жаңадан келін болып түскен қыз келіншектерге өзімнің пайдам тиіп қалар деген оймен бөлісіп жатырмын. Сіздер қалай илейсіздер, сол жолында бөлісе отырыңыздар. Менің каналымда сорпаға илейтін түрі де бар. Сол жерден де көріп жасасаңыздар болады. Егер сорпа болмаған жағдайда немесе мантыға, пельменге илейтін болсаңыздар, осы әдіспен илеп жаюларыңызға болады. Құрметті менің оқырмандарым, қазақша контенттің дамуына үлес қосып, каналға тіркеліп, видеоларыма лайк басып, комментарий жазып отыруларыңызды сұраймын. Және де алдағы шығатын рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Міне осылайша жұп-жұқа етіп жайып алдым. Енді кішкене көбірек етіп ұн салып, тағы да осы немізге орап шығатын болам. Оқтауымызға себебімен қазір кесіп, бұны менің етім піскенше морозилкаға қойып қоятын болам. Оқтауымыздан осылайша кесіп аламыз. Міне осындай қалыңдықта жайылу қажет. Ешқандай да езіліп, жыртылып кетпейді. Суға салған кезде өте керемет болып шығатын болады. Міне тақтайшаға салып, қазір морозилкаға жіберем етім піскенше. Етім піскеннен кейін міне осылай сорпада осылай қайнап шықты. Ешқандай да езілмеген, барлығы біркелкі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Кәделеріңізге жараса, мен өте ризамын. Ас болсын.